Абдулла бин Масуд радиаллаху анху бір сөзінде, адамдар бар сондай Құранды оқиды, жүректеріне бармайды. Жүректеріне барған кезде ол пайдалы білім болушы еді, орын алып. Осы пайдалы білім жайында насихат. Хасаннан да келетін бір риwayatта осындай сөздер айтады. Пайдалы білім жайында бізге сипаттарын береді. Білім екі түрі болады. Пайдалы білім ол жүректегі білім, және пайдасыз білім өзіне қарсы болатын, ертең дәлел, қарсы құжат болады қиямет күнінде, ол тілдегі білім, құр ауызбен айтылатын білім. Енді осы пайдалы білім жайында сол хадисте былай деп айтылады. Пайдалы білімдің нәтижесі қандай, сипаты қандай? Пайдалы білім Алладан қорқуды күшейтеді екен. Және ол пайдалы білім дүниеге қызығуды азайтады екен. Және ол пайдалы білім ахиреттегі сауапқа қызығуға керісінше күшейтеді екен. Адамды артырады екен ахиретті ойлауды. Және ол пайдалы білім арқылы адам пенде өзінің кемшіліктерін көру бастайды екен. Өзінің қателіктерін көру бастайды, соны түзетуге әрекет жасайды екен пайдалы білім арқылы. Және сол пайдалы білім арқылы малғұн шайтанның адамды азғыратын жолдарды біледі. Жай адамды емес, дін адамдарды, білім жолда жүрген адамдар азғыруды жолдарында сол кезде түсінеді екен. Өйткені соларды азғыру арқылы олар дін арқылы, сол білім арқылы дүние жинау бастайды. Немесе патша сұлтандарының несін, көңілін табамыз деп солар жақындауды, соған құралға айналдырады білімді. Және сол риwayatта Хасан айтады, күні бойы таңертең кешкеде мақсат қамдары тек қана осы дүниеде, осы адамдардың көздерінде мансап, атаққа қол жеткізу, абырой табу осы адамдар несінде. Және сол мақсат жолында бәсекеге түседі, жауласуға барады, әділетсіздікке барады екен.